Сәлем менің құрметті көрермендерім, сіздермен бүгін өте жұп-жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан ақ қолдарыңыздан келетін бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бауырсақтың маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы рецепт сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл тексерілген рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше бауырсағымызды жасауға кірісеміз. Ең бірінші жылы суымызға қантты салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Дрожжыны қосып, дрожжы ерігенше араластырамыз. Одан кейін 4-5 қасық ұнды салып, пеншіктің көмегімен немесе вилкамен араластырып, көтерілу үшін 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Оға дейін келесі массамызды жасайтын боламыз. Жылы сүтімізге тұзды 2 жұмыртқа, жоғары сапалы менде 82% сары май салып, жақсылап однородный масса болғанша араластырып алатын боламыз. 2-3 қасық майонезді қосып, барлығын бірге араластырамыз. Қыздар, бұл жерде майонезді қосу міндетті. Барлығын араластырғаннан кейін біздің апарамыз осылай әдемі болып көтеріледі. Жақсылап араластырып алып, жаңағы массамыздың үстіне қосып, бірдей қылып араластырамыз. Осылай барлығын салып араластырып алғаннан кейін, кең жақсы үлкенірек ыдысымызға салып, бауырсағымызды илейтін боламыз. Қыздар, бұл жерде ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп салып илегендеріңіз дұрыс. Барлық ұнды қосып жібермейміз. Менде бұл жерде 1 килограмм ұн, 1 килограмм ұнды мен 3-ге бөліп салдым. Тестаны осылай жақсылап илеп болғаннан кейін 1 килограмм ұн біткеннен кейін, қыздар, теста осылай қолдарыңызға жабысатын болады. Артық ұнды қоспаймыз. Ұнның ешқандай түйіршіктері қалмағанша илеп алып, қолымызға осылай 20-30 граммдай сұйық майды алып, тестаға жақсылап сіңдіріп илейтін боламыз. Осылай майы жақсылап сіңгеннен кейін бетін пакетпен немесе стричпен 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Өздеріңіз көргендей тестамыз өте жақсы көтеріледі. Бұл тестаны 1-2 рет қайтарып қойсаңыздар болады, немесе сразу жасай берсеңіздер болады. Мен осылай 2-ге бөліп 10-15 минутқа қалдырып, тестамыз кішкене демалғаннан кейін қолымызбен кішкене жұқалап жіберіп, оқтаумен жайып шығатын боламын. Қыздар, бауырсақты қатты жұқалап жаюдың қажеті жоқ. Осылай оқтаумен кішкене жұқартып алсаңыздар, сол жеткілікті. Бауырсақты жайғаннан кейін тестаны сразу бауырсақты кеспеңіздер, қыздар. Осылай жұқалап жайып алғаннан кейін 5-10 минут тұрсын. Содан кейін ғана барып кессеңіздер, бауырсақтарыңыз өте әдемі болады. Қалыңдығы міне дәл видеода көрсетілгендей жайыңыздар. Өте жұқағып жаюдың қажеті жоқ. Бауырсақтарыңыз қытырлақ болып көтерілмей қалады. Қалыңырақ бола бергені дұрыс. Осылай жайғаннан кейін тестамыз 5-10 минут тұрсын, қыздар. Демалғаннан кейін сразу кесетін боламыз. Менде осындай арнайы кескіш, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 4 бұрыштап кессеңіздер болады. Қыздар, мен сіздерге бұл жерде разницасын көрсеткім келіп тұр. Міне тестаны жайып алып, сразу кессеңіздер, тесталарыңыз жиырылып қалатын болады. Сол үшін тестаны демалдырып алып, одан кейін барып кессеңіздер, бауырсақтарыңыз өзінің формасын жоғалтпайтын болады. Содан кейін барып, барлығын кесіп алғаннан кейін демалдыруға 5-10 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін ғана барып пісіретін боламыз. Келесі ескеретін жайт, қыздар, өте қатты қызып тұрған майға пісірмейміз. Газымыздың астын орташа отқа қойып, толықтай майымыз қызғаннан кейін бауырсақтардың барлығын пісіріп алатын боламыз. Сол бір положенияда ғана пісіреміз. Бір рет орташа отта қойдыңыздар ма, сонымен до конца барлық бауырсақтарыңызды пісіріп аласыздар. Көтеріп, қаттығып қойудың қажеті жоқ. Сол кезде бауырсақтарыңыз бір келкі болып пісетін болады. Осындай ыдысқа салып пісірсеңіздер, бауырсақтарыңыз айналып кетіп жатса, орын қалмайтындай бауырсақтарды салсаңыздар, бір келкі болып пісетін болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бауырсақтарымыз үрленіп, өте әдемі болып шығады. Өзінің жұмсақтығын 4-5 күнге сақтайтын болады, қатып қалмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.
Осы рецептімен өздеріңіздің жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, көп рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.